звондаған таңда әкеш телефонды бол тесесі кім қайда кім айгүл нұрған әкеш телефонды звондап отыр шырылды еспесіңдер ма тез кім дейді алло сәуле не болды тыныштық па тұра тұр түш тоқта жылама айтшы өнері бар ма етіне ішіп абырған несі құрсын ойевай енді су ішіп бетіңді жуып давай бар ол чай тамақ ішіп ал давай есің жей кішкене құрсын өз-өзіңе кел давай не переживай мен айтпаймын шын білесің ғой мен айтын қызбын білесің ғой мен қашан біреуге бірдеңе өшіп қие салып қаптым ғой алло қалайсың жанка ана кімдер айтпа бұны ішім екеуміз арамыз алатын әңгіме болсын жынды есінен адасып ішіп ап ұрыпты ана кім сәулені масқара тойып кеп той кеше үйде 2 күн қонбапты дейді ғой екеуміз арамызда хорошо біздің байымыз ондай жапты біз ұрмасақ олар бізді ұрмайды я қайда звондап жатқан несің сәуле алло да сәуле да кім айтты мен ба ойбай мен ешкімге айтпаймын білесің ғой ол жанкаң оңбаған өз бәрін өзі естіп алған ғой біреудің естіп алды мен айтқан жоқпын бірақ давай жаңа нормальныйсың ба мұрат ұйықтап қалды өлтіремін мына жанканы ғой қазір не бұл алмайды телефон занят телефоны өсекші десе мә құрсын тек өзіміз отырып чай ішейікші құрсын той бітті анау мынау дедік құрсын өзіміз отырып чай ішейік айналайындар айтпашы тек құдай масқара құрсын кімдер қаншалық келді алмагүлдер қаншалық келді ойбай қанша 12 мың сор жетісіпті 12 біз сор бір $100 минимумға алып барасың ғой бір 30 мың алып көтеріп барасың уже күйеу асқар екеуміз бар 30 мың алып баратынбыз бұларға не болды 12 мың тегі аварийный кішкене кім жасады ана башта жасады ма күшті прям алмагүл бірақ қыздар өсіп күйеуге тиеді ғой тойға шақырады ғой ештеңе алып бармаймын мен біздің тойға ештеңе алып келіп 12 мың теңге көтеріп қазір вообще кім еді ана розалардың тойына бардық қой столдарда дым жоқ жейтін көк шөп бір бәле қойып қойды біздің тойда айтсашы мәссаған бәрі не жем не ішем не қоям бәрі бар колбаса малбаса самса памса бәрі бар шүкір бишілерді айтсашы тек құдай тыртиып не билеп кетті құрсын соны заманаули дей ма масқара соңына платокты лақтырып жіберіп құдалар деген құлады ғой шалқасын мама деді ғой аналар деген құда баланы айтамын да тегі енді немен қатар емес па үйленбеген екен үйленген енді ажырасыпты сонымен маған өзі қырнақ қояды ойбай қой құрсын балам қарап тұр деген сол масқара тойымды өткізіп алайын деді